Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен ашытылған қамырдан осындай әдемі пирог, мясной пирог жасаймыз. Гүл тәрізді хризантема. Ал жасап көрейік. Қамырын жасайық. Сүтке ашытқыны саламыз. Тұз, қант, бір жұмыртқа, сұйық майды құйып, ішіне араластырып аламыз. Сосын ұнға құйып қамыр жасаймыз. Қамыр дайын, бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді начинкасын дайындайық. Фаршқа пиязды майдалап тұрып, тұз бұрыш салып, араластырамыз. Қамырымыз көтерілді. Енді столымызға алып, қамырды жаямыз жұқа етіп.
Қамыр жайып шықтық. Енді бүкіл қамырды осындай домалақ етіп кесіп шығамыз. Қамырды осылай кесіп шықтық. Енді ішіне начинкамызды осылай саламыз ортасына. Сосын тағы да 2 бүктейміз. Видеодағыдай. Осылай бүкіл кесіп алған домалақтарға осылай салып формамызға тізіп шығамыз барлығын.
Міне бәрін жасап шықтық, осылай әдемі болып шықты. Енді бетін жұмыртқаның сарысын алып жағып, пешімізге 200 градуста 40 минуттай пісіріп шығамыз. Міне етті бәлішіміз дайын. Қамыры өте жұмсақ, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.